Баланы дамытудың негізгі құралдарының бірі ойын. Олардың жан-жақты дамуына көмектесетін маңызды құрал болғандықтан ойынның маңызы ерекше. Ойын барысында бала қоршаған ортаны тереңірек танып, түрлі дағдыларды игереді және өз өмірінің әртүрлі аспектілеріне әдеттерін қалыптастырады. Осы орайда Тараздағы нөмір 30-ші балабақшада ұлттық экологиялық ойындарды цифрлық ортада қолдану мүмкіндіктері тақырыбында семинар өтті. Республиканың түкпір-түкпірінен арнайы сала мамандары қатысқан семинарда тақырып төңірегінде көптеген құнды мәліметтер мен әдістемелік құралдар көрсетілді. Ойын тәжірибе алаңында IT технологиялар арқылы балаларға туған өлкенің табиғаты мен жануарларды интерактивті ойындар, мультимедиалық материалдар арқылы таныстырылды. Сонымен қатар ұлттық салт дәстүрлер ойындарда көрсетілді. Бұл тәжірибе алаңының мақсаты өзге өңірлерден келген педагогтармен тәжірибе алмасу, өз жұмысымыздың нәтижесін көрсету. Яғни осы біздің бөбекжай бақшамыз экологиялық бағытта, ұлттық бағытта және инновациялық бағытта жұмыс атқарады. Сол бойынша біздің бүлдіршіндеріміз ойын әрекетін көрсетуде. Семинарға қатысушылар мұнан өзге де қызықты сәттердің куәсі болып, құзыреттілік орталықтары мен тәжірибелер әлеміне саяхат жасады. Іс-шараның негізгі міндеті мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесін дамыту бағыттары бойынша өзара тәжірибе алмасу, зерттеу іс-әрекет арқылы инновациялық технологияларды тиімді пайдалану болып табылады. Ғылыми тәжірибелік конференция екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде мына мектепке дейінгі ұйымдарда 9 алаң жұмыс жасап жатыр. Бұл балабақшаға облысымыздан Қостанай облысы және Маңғыстау облысының педагогтері қатысуда, қазір іс-тәжірибемен бөлісуде. Осындай семинарлардың нәтижесінде мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтерінің кәсіби құзыреттіліктері мен шығармашылық мүмкіндіктері артады дейді ұйымдастырушылар. Аягөз Леуханқызы, Руслан Бегалы, Айқын ақпарат.